Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушыларым? Бүгін біз бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыру және аралас санды бұрыс бөлшекке қалай айналдырамыз, соны түсінетін боламыз. Мен бірден есептермен көрсетейін. Оқулығымыздағы бүгін тағы Әбілқасымов авторлығындағы оқулықпен жұмыс жасайтын боламыз. Номері 348 есептен бастаймыз. Бұрыс бөлшекті аралас санға айналдыр дейді. Екінші есебімен көрсетейін. 7-ден 19. Өткенде айттық, біз берілген бөлшегіміз бұрыс бөлшек, өйткені алымы бөлімінен үлкен. Ал ол бұрыс бөлшекті араласқа айналдыру үшін алымын бөліміне бөлеміз. 19-ды бөлеміз 7-ге. 19-дың ішінде неше жеті бар? 2 жеті бар. 2 жетінің 14. 19-дан 14-ті аламыз, 5 қалады, 0. Мына бұлай жасаймыз. 5 бізде қалдық. Бөлшек сызығын сызып, алдына шамалы жер ашық қалдырамыз. Өйткені ол жерге мына сан жазылады. 2, яғни бүтін бөлігі. Бөліміндегі сан 7 өзгермейді, өз қалпында жазылады. Қалдықты 5-ті алымға жазамыз. Сонда 7-ден 19 деген аралас сан, 2 бүтін 7-ден 5 деген, 7-ден 19 деген бұрыс бөлшек, 2 бүтін 7-ден 5 деген аралас сан түрінде жазылды. Келесі 349 есеп. Енді керісінше бізге аралас сан беріледі. Соны бұрыс бөлшекке айналдырамыз. Екіншісі 5 бүтін 10-нан 7. Ал аралас санды бұрыс бөлшекке айналдыру үшін бөлшек сызығын сызамыз. Алдына сан жазбаймыз, бүтін бөлікті. 10 бөлімінде тұрған санды мына бөлшектің бөліміне көшіріп жазамыз. Қайталап, енді бұлай жасаймыз. Бүтін бөліктегі сан менен бөлімді көбейтеміз. 5-ті 10-ға көбейтсек 50, 50-ге 7-ні қосамыз, 57. Яғни төменгі жағына соны көрсетіп жіберейік. 5 көбейту 10, қосу 7 те 57. Бұл алымға жазылатын сан. Бөлімге тиіспейміз. Демек, 348 және 49 есеп бұрыс бөлшекті араласқа айналдыру, екіншісі араласты бұрыс бөлшекке айналдыруға арналған. Келесі 350 есеп бізде бөліндіні бөлшек түрінде жазып, бүтін бөлігін айырыңдар дейді. Біріншісі 8 бөлу 5. 8 бөлу 5 дегенді біз балалар былай жазамыз. Мына бөлу ережесі тұр ғой, осы бөлу деген бізге сызықты білдіріп тұр. Мына бөлу деген мына сызықты бөлшек сызығын білдіріп тұр. Енді бірінші тұрған сан алымға жазылады. Бөлуден кейін тұрған сан бөлімге жазылады. Мінекей 5-тен 8. Ал енді 8-ді 5-ге бөліп, жаңағыдай бүтін бөлігі қанша, қалдығы қанша қараймыз. 8-дің ішінде неше 5 бар? 1 5 бар, 3. Бізде 3 қалдық. Демек, 1 бүтін 5-тен 3 деген аралас сан шықты. Мінекей 350 есеп бізде қалғандарын барлығын осындай қылып шығарамыз. Қазір енді В тобындағы 355-тен бір есеп көрсетейін. Бұндағы тек айырмашылық балалар. Барлық бөлшектерінде бүтін бөлігі мен бөлімдері бірдей. Неге олай берілді екен бізге? Өйткені бізді есте сақтау қабілетімізді дамытып, бізге мынандай нәрсені үйренуді мақсат етіп қойып отыр. Яғни 11-ді 11-ге көбейтсек, 11-дің квадраты, санның квадраты, екі таңбалы сандардың квадратын жаттауымыз керек. 10-ның квадраты 100, 11-дің квадраты 121, 13-дің квадраты 169 деген сияқты ары қарай кете береді. Енді бізде 11-дің квадраты 121, 121-ге 9-ды қосамыз, 130 болады. Сонда 11-ден 130 деген бізде бөлшек шығады. Келесі есептердің барлығын осылай шығарамыз. Қазір 357 есеп. Керіктің дейді, орташа өмір сүру уақыты 12 жыл. Мына орташа өмір сүруі 12 жыл екен. Ал ең ұзақ өмір сүру 25 жыл екен. Есеп сұрайды. Керіктің ең ұзақ өмір сүру уақыты орташа өмір сүру уақытынан қанша есе артық дейді. Яғни, мынау 25-12-ден қанша есе артық деп тұр. Демек, біз 25-ті бөлеміз 12-ге. Бұл деген жаңағы біздің мына 350 есепке келіп тұр. 25 алымына 12 бөлімге жазылады. 25-тің ішінде неше 12 бар? 2 12 бар.
бөліміне 12 жазамыз. Қалдық бір алымға. Тексеріп көруге болады. 2 мен 12-ні көбейтсек 24, бірді қоссақ 25. Міне есебіміз тура шықты дейміз. Қазір С деңгейдегі 358-ші есепті қарастырайық. Былай айтады, ең үлкен 4 таңба алсан. Бізде ең үлкен 4 таңба алсан, ол 9999. Одан кейін 10 болып кетеді, ол 5 таңба алсанға кетіп қалады. Әрі қарай осы санмен ең үлкен 2 таңба алсанның бөлінісі дейді. Бізде ең үлкен 2 таңба алсан, 2 таңба алсан 10-нан басталады, 99, ең үлкені 100, уже 3 таңба алсанға кетеді. Енді мынау кәдімгі жаңа бөлшекпен жазатын болса 9999 бөліп 99 дейміз. Қазір енді бөліп көрейік. 99-ға. 99 бізде былтыр 2 таңба сан болғандықтан біз 99-дан қайырамыз. 99-дың ішінде бізде неше 90? 1 99 бар. Жазамыз. Азайтамыз. 0 қалды бізде. Жоғарыдан 9-ды түсіреміз. Ал 9 99-ға жетпейді. Сондықтан жоғарыдан тағы да 9 түсіреміз. Енді ереже бар бізде. Жоғарыдан 2 санды қатар түсірсек, мына жерге 0 береміз. Онда 99-ды енді 9-ға бөлсек 1 99 деп жазуымызға болады. Мінекей, демек мына есептің жауабы 101. Бүтін бөлік 101. Бұнда бөлшек бөлік жоқ екен. Түсінікті ғой. Келесі С деңгейдегі 359-шы есеп 800 килограмм көкөністі 19 килограммнан жәшіктерге салу керек. Яғни барлығы бізде 800 килограмм. Әр қайсысына 19 килограммнан салу керек. Бізге қазір жәшіктер саны керек. Қанша жәшік керек? Ал енді бұрыс бөлшектерінде жазамыз, ол килограммның барлығы 800 ғой. Бөлеміз бізде 19-ға. Ал бұл бізде бұрыс бөлшек. Енді 800-ді бөлейік 19-ға. 80-нен қайырамыз. 80-нің ішінде неше 19 бар? 4 19 бар, 4 9 36, 76. 4 қалады жоғарыдан 40, 0 түсіреміз. 2 береміз, 38 болады, 2 қалды бізде. Сонымен 42 бүтін 19-дан 2 деген бізде есеп шықты. Енді есеп сұрап отыр ғой. Осы 800 килограммды 19-дан салған кезде ең көп дегенде неше жәшік керек дейді. Мына 42 жәшікке салып тұрмыз. Тура толып тұр 42 жәшік. Бірақ ар жағында тағы 2 килограмм қалып қояды. Сондықтан 43-ші жәшікті де бізге пайдалану керек. Ең соңғы 43-ші жәшікке 2 килограмм қалған қалдық көкөністі салуға қажет екен. Мінекей балалар, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Біздің келесі сабақтарымызды жіберіп алмай, арнаға тіркелуді ұмытпаңдар. Және пікір қалдыра отырып, келесі сабақтарды күтеміз. Келесі сабақта кездескенше.